Қалайсыңдар достар? Міне қазыны қалай алып кесу керек екенін сендерге көрсетейін дегенім бар. Міне мынау жабағы. Өзі қазір ғана үйренді. Мынау жабағы бір елі берген екен. Майлығы міне бір елі. Майлығы. Ал кеттік. Қалай кесер екен? Міне осылай қазыны осылай кесіп алып жатырмыз. Bir ауыз сөз айтып жүрсеңші, мама не істеп жатқанын, немен істеп жатқанын. Алла сүйсіндіріп жегізсін, үйірсін өздеріне. Иә, міне жабағы алып келіп, міне соғым сойып дегендей. Міне қазына мариновать етіп жатырмыз. Бұл бір 3-4 сағаттай тұрады. Ертеңге дейін тұрса да болады. Маринадтағанда чеснок, тұз, по желанию қара бұрыш қосса да болады. Бірақ біз қара бұрышты онша ұнатпаймыз. Сондықтан біз чеснокпен тұз ғана. Қазыны мына мен кескен. Сіз жаңа бастаған едіңіз ғой қазы жасап. Қасты мен кескен. Ақылайды жасамадыңыз ғой. Ақыны дейін ба? Иә. Өзінше мен қазы деп бастап еткен едім. Жылда осылай жылқының етін алып, үстіп маринаттап, үстіп айналдырып аламыз қазыны. Бірақ мен бұл қазының сүйегін алып, шұжық ретінде айналдырамын. Бірақ сүйегімен де жасауға болады.